Сәлеметсіздер. Қазір мен жұмыстамын. Типография бізде конкурент өзен. Инстаграмнан осылай шығады. Қазір мен лента жасап жатырмын. Тексеріп жатырмын. Барлығын осылай жазып, тігіп, өзім жасаймын. Мен өзімнің жұмысыма қысқаша шоу видео түсіремін. Итжопқа. Мына бізде попон бізде қалай тұрады? Иықта, андай артында екі қыстырғышы бар. Обязательно жапсырылады барлығы. Шашақтарымен иықта былай ер балдарға қойдым. Ер балдарға, қыздарға берілмейді. Бұл 11-ші сыныптарға арналған. Барлық қалаға доставка болады. Почтамен және бізде 11-ші сыныптарда мата лента алатын болатын. Оларға 3000 теңгеден, қазір скидкамен 15 балдан жоғары болса, флаг 6000 теңгеден болады. Сосын 4-ші класстардан да бар. 4-ші класстарға заказ ететін болсаңыз, ер балдарға 1400 теңге скидкамен, қыздарға 1700 теңгеден. Өйткені балдарға тек бабочка кіреді, бұлда қыздарда бантик бар. Бантик кіреді, сондай баға шығады. В общем, скидкасымен. Андай 9-ші класстарда сатин лента андай атлас сияқты болып тұрады. Оларды да қазір мына жерге суретін шығарып көрсетемін. Қазір заказ ететін болсаңыз, сентябрьге жеткен жоқ, қазір бізде август қой. Қазір заказ етсеңіз скидкасымен болады. Кейін уже сезонға келе сезонға келе уже ленталардың бағасы көтеріледі. Оған дейін қазір скидка болып жатыр. Осылай барлығын тексереміз. Сосын барып саламыз. Біздерде Ақтау, Жетібай деген жерлерге таксимен салып жібереміз. Бейнеуге сондай. Басқа Алматы, Астана, Қызылорда деген қалаға бізде почта болады. Почта бізде 1500 теңге, 2000 теңге. Біздің қазір неге саламыз, пакетке саламыз. Ақ пакет бар бізде. Осы пакетте ленталарды тағымдарымыз болып береміз. Тексереміз, сосын барып саламыз. Мында тоже мен отырам. Ертең уже менің орным ауысады. Мен ол жерге отырмаймын. Негізі көп ойында болып жүрді. Осылай видео салып, өзімнің жұмысымды көрсеткім келеді. Бұл жерде енді сондай не болып жатқан шығар, шулы болып жатқан шығар. Енді әркім өзінің жұмысымен жұмыстан жатыр. Кедергі келтірмейміз бір-бірімізге. Әркім өзінің шаруасын аяқтайды. Қазір флагтар бар, әлі флаг жасалған жоқ. 15 баладан жоғары болса, флаг 6000 теңге. Мынандай ленталар 3000 теңге. Уже заказ етіп жатқандар бар. Уже біз бір класты, осындай бірінші кластың біреуін жібердік.
екінші класс, 11 класстан екінші класс. Возможно, у него на это были свои причины никому не говорить. Жұмыс болғасын шум болады, дауыс болады. Мен енді бұларға дауыстан маза болып тұрған деп айта алмаймын. Сөйлеп жатырмын. Өзім даусымда жай шығып тұрған шығар. Не, кстати, бізде жас түлек 2027. Мынаның, короче, жазуында, мына жазу өте үлкен негізінде. Инесі 54 па, 56 мың ба, сондай. Негізі 48 мың қалыптығы жүрді. Осы да үлкен жазуы. Және бізде аппаратта екеу тігілетін болсын, ол 1,5 сағат тігеді. 1 сағат 33 минут тігеді. Сол көп болып кетеді. Енді бірақ жақсы аяқтап бір аптадай уже ертең салып береміз. Бүгін бәрін тексеріп қараймыз, жақсылап флагтарын дайындаймыз. Сосын уже ертең салып береміз. Бөлем. Соңғы лента. Қалай тігіледі аппарат. Қазір көрсетемін мына жерде. Соншама ленталар. Бұл жерде, короче, 20 бала, апайымен 21. Апайына лента бізде тегін жүреді. Және 10 погон ер балаларға осылай иығына қойылады. Бұл мына лентаны жетті бар, иық қасатын жері сол жерге мынандай қыстырғыш белгілендіреді. Бұлардың барлығын жабыстырып, тігіп, шашақтарын қадап, артындағы темірін қадайтын барлығын өзім істеймін. Тоже ленталарды да тоже өзім жасаймын. 9 класстардың лентасын енді үйренеміз. 4 класстардікін мен жасамаймын, тек страза басамын. Үшімізде қазір осы екеу, осы екеу жасаймын. Салам. Бізде, короче, неге экранды шалып отырмын. Бізде камераға түсуге болмайтын адамдар бар. Сол үшін жауып отырмын. Все. Мындай қырттай қайшымен тексеремін. Флакқа сосын амелет саламыз біз. Үстіне қағаз салып жүреміз. Жууға болады. Артқы бетіне үтіктеу керек деп саламыз. Ескертумен өйткені бетті бізде неме секет флакта. Бір ДТФ бар бізде. Сосын бірдеңе бар еді. Қалмадым, короче, қазір есіме түскен кезде айтамын ше. Соны үстінен басып қалмауымыз үшін артқы жағынан басу керек, үтіктеу керек. Астына біз өзімізді голд бренд жазып қойдық. Үстінде флагқа қағаз береміз. Мына менің құралдарым, короче. Мына жақта қайшы бар, карандаш там. Сондай құралдар. Пакеттерде қазір лентасын мына пакеттерде погон саламыз. Погон негізі қазір 10 штук 10 балаға. Ой, менде аппараттар бар. Менде, кстати, 3 аппарат бар. 3 аппараттан осындай ленталар істейміз. Яғни бір күнде 3 аппараттан 3 лента, 3 классқа басып өтуге болады. Бір аппарат бар, тоже одан да бастауға болады. Бірақ одан қазір біз тек погон, жакетке мындай ою басамыз. Қазір
бір үлкен самұрық мәселен яғни енді қазір мен санап саламын бірінші астықсын салу керек қазір қалай екенін көрсетейін. Осылай. Осындай дайындап қоямыз. Менің жұмысымды кішкене осы таныстырдым. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және достар, мен описанияға реквизитімді қалдырып кетемін Каспидің. Соған донат салып қолдау көрсетсеңіздер болады. Всем пока.